Баршаңызға сәлем достар. Мынандай кварцпен көріп тұрғандарыңыздай осы таспен біз бетімізге массаж жасайтын боламыз. Бұл біздің бетімізді қан айналымдарын дұрыстап және бетіміздің былай салбырап түсіп кетуін алдын алады. Бетіңіздегі артық прешік, сосын әжімдер барлығын кетуіне көмектесетін болады. Так, бұны қолданбастан бұрын біз бетімізді жақсылап тазартып аламыз. Ватный дискпен және менде мынандай бет тазартатын сүт бар. Соны қолданамын мен. Осындай кез келген май бетке арналған. Мен осы авокадо майын қолданам. Осылай бетіме жағып алдым. Енді массаж жасағанда мына жағымен мойынды жасаймыз. Мойынды былайынан. Осылай мойынды толығымен жасап шығамыз. Одан кейін иегімізді қараңыздар, мына ұшымен иекті басасыздар. Осылай 7 рет жасаймыз. Одан соң мына бір ұшымен иегін жасайсыздар. Сосын мына жер жасаймыз. Мына жерді мына шетпен жасаймыз. Сосын қабағымыздың шетін былай. Енді қасымызды. Мен бір бетіме массаж жасап біттім. Енді екінші бетіме енді жасайтын боламын. Қараңыздар, мен 7 реттен жасап жатырмын. Егер тереңдеу жасайым десеңіз, 10-14 реттен жасауға болады. Бет массажы 20 минуттан 40 минут аралығында жасауға болады. Басында аз-аздан жасаймын, сосын кішкенеден қосуға болады. Орамалды шешіп, бетіңізге, мойныңызға май жағып, жаңағыдай қимылдармен жасайсыздар.